Категория участников. Көрініп тұр ғой, Бастайық, сот-сот. Саламатсыздар ма? Басайық па? Саламатсыздар ма? Құрметті қоғамдық кеңеске қатысушылар. Мен қоғамдық кеңестің төрағасы Қуанышбаев Нұрлан Бақытбекұлы, Бейкөл кенті әкім аппаратының бас маманы. Бүгінгі ашық жиналыстың тақырыбы Қызылорда облысы Қызылорда қаласында орналасқан Қызылорда 6 кен орнында саздақтарды өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарына қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша талқылаймыз. Қоғамдық тыңдауды өткізу регламентін бекітіп алсақ, қоғамдық тыңдау қатысушылар тіркеді ғой, иә? Келісілген уақытта қоғамдық тыңдаудың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеуі, баяндамаларды талқылау, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламентті бекіту туралы қатысушыларға барымыз келісеміз ғой, қарсы қалғанда жоқ қой. Енді регламент бекітілді. Енді келесі кезекте ұсыныстарымыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдап жіберсек. Хатшыға Жусупова Гүлназды таңдасақ. Келісеміз ғой, қалыс қалғанда жоқ. Қоғамдықты ашық деп жариялаймын. Баяндамасын істейміз. Саламатсыздар ма, құрметті болған қатысушылар. Мен есімім Жусупова Гүлназ. Бүгінгі ашық жиналыстың баяндамашы ретінде таныстырып өтсем, бүгінгі тақырып Қызылорда облысы, Қызылорда қаласында орналасқан Қызылорда 6 кен орнында Б1 және С1 4 блоктар саздақтарды өндіру бойынша тау-кен жұмыстарын жоспарына қоршаған ортаны қорғау бөлімін талқылайтын боламыз. Қызылорда ИП Қалықов бұл Қызылорда қаласында Қызылорда 6 кен орнында Б1 және С1 4 саздықтарды өндіру учаскесі Қызылорда қаласында орналасқан. Ең жақын елді аймақ бұл Бірғазан ауылы болып табылады. Оған 2-1 километр қашықтықта орналасқан. Нысан су қорғау аймағына тыс жерде орналасқан, жобаланған картамен көруге болады. Бірғазанға дейін, мынау Сырдария өзеніне дейін 2-7 километр қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулет археологиялық объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан немесе мемлекеттік орман қорлар жерлерден тыс жерде орналасқан. Нысан аумағында Қазақстан қызыл кранына енген өсімдіктер мен жануарлар түрлері жоқ. Жасыл аумақтың жоқтығына байланысты бұзу қарастырылмай отыр. Карьерді тау-кен жұмыстарын жылы мезгілінде уақытында қарастырылған, оған 180 жұмыс күні қарастырылып отыр. Тау массасын Hyundai экскаватор көмегімен және де КАМАЗ 5511 самосвалдармен тікелей қазу жұмыстары қарастырылып отыр. Қоршаған ортаның әсеріне келетін болсақ, өндіру кезінде алдын ала есептеулер бойынша ластаушы төрт көздер анықталды, оның барлығы ұйымдаспаған болып табылады. Алдын ала есептеулер нәтижесінде қоршаған ортаға 2026 мен 2034 жылға барлау жұмыстары қарастырылып отыр. 34 жылы бітеді, 35 жылы отчет запасов дейді. Соларды есептеу ары қарай сосын тағы жалғастыратын болады. Қызылорда облысы бойынша экология департаментінің ИП Қалықовқа 28 сәуірдегі 26 жылғы қоршаған ортаға әсерді бағалау немесе болжанатын қызмет әсеріне скрининг бағалау көлемін айқындау туралы қорытындыға сәйкес оңайлатылған тәртіппен экологиялық бағалау жүргізу ұсынылды. Және де мекемеде шаңның шығартуын азайту үшін 6-1 мен 6-2 көздеріне инертті материалды 60%-ға шаңды басу қарастырылып отыр.
Тағы да атмосфералық ауадағы зиянды заттар жер бетінің концентрациясын есептеу нәтижесі бойынша ауа бассейні ластану тек объектінің аумағында болады және осы ауданның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қосылмайды деп қорытынды жасауға болады. Жоспарланған жұмыстар адамның өмірі мен денсаулығына айтарлықтай әсер етпейді. Су көздеріне келетін болсақ, өндіру учаскесі су жеткізу тасымалдау арқылы қамтамасыз етіледі. Ауыз сулар бөтелкемен тасылады. Өндірістік кезінде техникалық процеске және жұмыс істейтін персонал тұрмыстық қажеттілік қамтамасыз ету үшін су тасымалдау арқылы жүзеге асырылып отырады. Тұрмыстық сатым сулар уақытша септикке құйылып отырады және бөгде ұйымдармен келісімшарт негізінде шығарылып отырады. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, 26 мен 34 жылғы аралығында бұл жерде тек қатты тұрмыстық қалдықтар пайда болады. Олар 4,8 тоннаны құрап отыр. Қалдықтардың жинақталуына қарай олар контейнерлерге жиналады және қауіпті қалдықтарды өңдеуге, залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға, жоюға лицензиясы бар 3-ші тарап мекемелермен келісімшарт негізінде шығарылып отырады. Жазатайым оқиғалардың ықтималдығы жоспарланған қызмет объектісін технологиялық нұсқаулыққа сәйкес пайдаланушы заттардың атмосфера ағынды және авариялық шығарындылар болу мүмкіндігін болдырмайды. Және де жобада қоршаған ортаға антропоген әсерді азайтуға барынша бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шараларды ескерген жағдайда ғана қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмейді. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса, тұрғындардан ұсыныстар, сұрақ болмаса. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз. Жоқ. Пікірлеріңіз. Айта беріңіз. Бақытбек ағада жұмыс істейміз. Есіміңіз айтып жүріңіз. Ұзақбай Әзімбай. Кім? Әзімбай ағамыз Ұзақбай Әзімбай. Bir Қазанда тұрамыз. Айта беріңіз. Осы көргенде жұмыс істейміз. Уақытында айлық беріледі. Ішінде условиясы бәрі жақсы. Ішінде жұмыс істеп жатырмыз. Ешкім жұмыс жоқ, жалғыз жұмыс жоқ, жұмыс уақытында айлық беріп жатыр. Жақын маңда ауылда қызметке тартып отыр, бұл кісі. Аты жөнім Саламат Құлымбет. Бақытбек ағада жұмыс істейміз. Іс жауабында бір Қазанда. Жұмыс жағдайы жақсы. Айлық өз уақытында. Қысқы тамағы 3 мезгіл. Ол жағынан не жоқ. Ағамыз ақша сұрасақ, айлықтан бөлек беріп те тұрады. Бір қазақ қызметкерлерінің жағдай жасап отырмыз. Иә, жағдайлары жақсы. Самый бұл жерде сол жақын елді мекеннің тұрғындарын жұмыспен қамту ғой. Енді басқа сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз жоқ қой? Жоқ. Онда пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз жоқ болса, управление сұрағыңыз бар ма? Сұрақ жоқ, камера сұрағыңыз. Экопорталдан да сұрақтар болған жоқ. Ескертпелер экспертиза барысында беріледі. Хорошо. Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі қора сақталды деп ойлаймыз. Ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз жоқ болса, өз дәрежесінде өтті деп есептейміз. Жабық деп жариялаймыз.